Сәлематсыңдар ма, балалар? 4-ші сыныпқа арналған қашықтықтан өтетін біз адал елдің ұрпағымыз атты сынып сағатына қош келдіңіздер. Бүгінгі сынып сабағымыздың тақырыбы біз адал елдің ұрпағымыз деп аталады. Құрметті оқушылар, Шоқан Уәлихановтың мына бір дәйек сөзіне назар аударып тыңдаңыздаршы. Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Яғни, құрметті оқушылар, Шоқан Уәлихановтың пікірінше әрбір адам өзінің бойына әділдік пен адалдық қасиеті биік ұстау керек екен. Немесе Лев Толстойдың «Адал адам бол, бірақ адам екенді ешкім білмей-ақ қойсын» деген керемет сөзі бар екен. Адамның бойында адалдық, адамгершілік қасиеттер табылса, әрине сымбатты, парасатты көрінеді. Өйткені адалдық адамдықтың белгісі болып табылады екен. Ұлы Абай атамыз айтқандай, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та барқалан деп Абай атамыз айтқандай, кішіге мейірімді, шыншыл, еңбек сүйгіш, адамдық асыл қасиеттерге бай болсан, өсе келе ата-ананың, отанының мақтанышы боласың. Қазақта мынандай сөз тіркестері жиі кездеседі. Рухани адам, адам рухы, рухани байлық, рухы жоғары. Осы тіркестерге мұқият зер сала отырып, рух деген нәрсенің адам денесіндегі бір қуат екендігіне көз жеткізуге болады. Адамдықтың негізі адамгершілік. Адамгершілік бастауы неде? Адам тумысынан жамандыққа үйремес. Жақсылық адам бойына сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық өнімнің шыққаны немесе оны жамандықтың арам шөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Ізеттілік пен сыпайылық сияқты адамгершілік түрлері отбасынан басталады. Олай болса, қымбатты оқушылар, адамгершілік, адалдық қасиеттерінің бәрі отбасынан бастау алады екен. Адамдық асыл қасиеттерге топтық жұмысын жасап көрейікші балалар. Адамдық асыл қасиеттерге әдептілік, имандылық, қайырымдылық, достық, әділдік, өзара көмек, ізеттілік жатады екен. Әрине, бұлардың барлығы сіздердің бойларынан табылады деген сенімдемін. Мына бір өлең жолдарын оқып көрейік. Ана өсиеті. Ана айтты бір өсиет баласына, бір жолдан шығарып сап санасына. Ей балам, шаман келсе жақсылық ет, ақ бейіл адамзаттың арасына. Егерде жол үстінде тікен жатса, кірер деп аяғына біреу басса, ерінбей-ақ иіліп қолыңменен сол тікенді көтеріп алып таста. Бұл еңбегін қалмасты басқа бекер, соны көрген соңғы жас солай етер. Жақсы үлгіні жалпы жұрт дәстүр жасап, жол тазарып жолаушы жолдан өтер. Бұл өсиетті біз жанымызда сақтайық. Сонымен қатар, қымбатты оқушылар, біздің қазақ халқында адамгершілік, адалдық туралы көптеген мақал-мәтелдер бар. Адамгершіліксіз адам айқайлай келеді, жан-жағын жайпай келеді. Адамгершілікті адам жай-жай келеді, жан-жағын байқай келеді. Сіздер үйден осындай адамгершілік туралы мақал-мәтелдер жаттап келіңіздер. Мына бір видеоға назар аударыңыздаршы. Жәнібек пен Азамат деген екі дос Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат
бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен, Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек, алғашқы ісімді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат, бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала Азамат. Яғни оқушылар, бұл бейнебаяннан сіздер не түйдіңіздер? Бұл бейнебаянда адал дос, амал достық туралы айтылады. Яғни әр қашанда өз достарына адал болуды, жақсылық жасап, қиындық кезінде көмектесуге, адамдық, адамгершілік қасиет танытуларыңыз керек екен. Енді адамгершіліктің қарапайым қағидалары: амандасу, үлкенді құрметтеу, тілін сыйлау, отанын қорғау, дінін сатпау. Мына бір қасиеттерді сәйкестендіріп көрейік. Әділ, адал, шыншылдық. Әділ өзінің де, өзгенің де сөзін қорғай білу. Адалдық дегеніміз адам бойындағы таза ниет, бағалы қасиет, адамның сана сезімі мен ар-ұжданына қайшы келмейтін әрекеттердің моральдық, этикалық жиынтығы. Шыншылдық дегеніміз ешкімнің сөзіне еліктемей, шындыққа сүйене отырып, ешқандай жағдайларға қарамастан дұрыс, адал көзқараста болу. Олай болса, құрметті менің оқушыларым, әр қашанда адал болыңыздар, адам болыңыздар, адамгершіліктің қасиетін бойларыңызға сіңіре біліңіздер. Сіздерге үйге тапсырма: адалдық, адамгершілік туралы эссе немесе сурет алып келеміз.